бүгін сүзбе құрт жасаймыз. Айранымызды үйтіп алдық. Енді осыны марлыға сүземіз. Мінекей айранымызды құямыз. Сары суының бәрі ағып кетеді. Сосын қою ғана қалады. Сол қоюынан сүзбе істейміз. Міне құйып болдық айранымызды. Енді бұны сүземіз. Марлыға салып іліп қоямыз. Бұның сары суы, бүкіл сары суы кету керек. Мына судың бәрі кетеді міне осылай. Бір суткадай тұрады жүр. Міне байлап алдық. Біз енді қазір далаға шығарамыз. Міне сүзбеміз дайын. 2 күн тұрды. Сары суы бәрі кетті. Енді міне қоюланды. Енді осыдан сүзбе құрт істейміз. Міне енді дұз саламыз дәмін келтіріп. Енді сүзбе құртты бастаймыз жасауға. Бұл сүзбе құртты әртүрлі қылып істейді. Домалатып істейді, құрт сияқты қылып істейді. Любой формада істей беруге болады. Кішкентай қылып та істейді, кеттай қылып. Біз енді балаларға жеу үшін мынандай кішкентай қылып істеп жатырмыз. Бірақ салатын. Сосын бұны кептіреді далаға. Далаға кепкеннен кейін сосын балаларға береміз. Балалар жейді. Өте пайдалы бұл. Витамин С. 3 литр сүтті пісіріп, айран қылып, міне қаншама құрт шықты. Сүзбе құртымыз дайын, міне кестедік. Енді бұны далаға шығарып кептіреміз. Кеппесе көгеріп кетеді, жаман болып кетеді, бұзылып кетеді. Желменен кебу керек. Сүзбе құртымыз дайын болды. 2-3 күн далада тұрып кепті. Осылай істеңіздер құртты. Балалар жейді, балаларға кальций нағыз жақсы әдемі. Тамаша.